бүгінгі мерекемізде сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Ендеше көңілді көңіл күйде біз кешімізді бастаймыз, Әлихан? Қадірменді ағайын және кешіміздің қонақтары, Қазақ фольклор мектебінің 2 жылдығына арналған концертіне қош келдіңіздер. Қазақ фольклор мектебі атадан балаға мұра болып келе жатқан ұлттық өнерімізді өскелең ұрпаққа үйретіп, насихаттап, бүгінде дәстүрлі музыкамызды әлемдік деңгейде танытуда. Бұл жолда еңбек етіп, мектептің жүйелі жұмыс істеуіне философия докторы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, халық музыкасы факультетінің деканы, Хасақ этно-фольклорлық ансамблінің жетекшісі, әрине де Жәмекеев Ержан Ерболатұлының үлесі зор. Қазақ фольклор мектебі тек Алматы қаласында ғана емес, республикамыздың әр өңірінде және көршілес жатқан Қытай халқы республикасының астанасы Бейжің және Алтай, Іле қалаларындағы, сонымен қатар Ұлыбритания еліндегі қандастарымызға дәріс беруде. Бұл Қазақ фольклор мектебінің кеңінен дамып келе жатқанын көрсетеді. Әлихан, Қазақ фольклор мектебінің еңбегі әлемнің түкпір-түкпірінде біртіндеп көрінуде. Бұның өзі оқытушыларымыздың үнемі ізденісте жүріп, жоғары деңгейде білім беру мен еңбектенуінің бірден-бір дәлелі. Қазақ фольклор мектебінің білім алушылары халықаралық, республикалық байқаулардың лауреаттары атануда. Шәкірттеріміз бүгінде өтіп жатқан домбыра дастан байқауының бірінші кезеңінен сүрінбей өтіп, жартылай финалда өз өнерлерін көрсетіп үлгерді. Алдағы байқауларына сәттілік тілейміз. Гүлханым әпке, Қазақ фольклор мектебінде тек домбыра ғана мамандық емес, одан да бөлек түрлі мамандықтар үйретіледі. Мысалы, қолқобыз, жетіген, сыбызғы, сарсынай, дәстүрлі ән, ансамбльдік өнер және сахна шеберлігі сабақтары. Сонымен қатар 20-дан аса қазақтың ұлттық аспаптарын насихатталуда. Әпке, сіз домбырамен, қобызбен жыр айту дәстүрі туралы білесіз бе? Әрине, Әлихан, білгенде қандай? 15-18 ғасырлардағы жампоз жыраулардың қатарында Қонтай тайшы, Қазтуған сүйінішұлы, Асан қайғы, Шалгейіс жырау, Доспамбет, Жиенбет, Марғасқа жыраулар, Ақтанберді, Үмбіттей, Тәттіғара, Бұхар жырауларымыз бар. Кейіннен біз білетін Бекболат, Жетес, Қазбек ағаларымызды айтсақ та болады. Олай болса, жыршылардың ізін жалғап келе жатқан мектебіміздің түлегі Нұрданбек Жасар мен Құрманғазы атындағы Қазақ фольклор консерваториясының Кертолғау қыл-қобызшылар ансамблінің сахна төріне шақырамыз. Ансамбльдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі PhD доктор, Тұран этно-фольклорлық ансамблінің мүшесі Медеубек Мақсат Сағатбекұлы, Досанбет жыраудың жыры. Доғыл қошеметтеріңіз.
басы тең Азаулының İstanbul'dan nesi kem Азаулының Аймади bir Доспанбет ағаның хан ұлынан несі жоқ бұйығы ғана несі кем Тәңірінің өзі берген күніндей хан ұлынан менің не артық еді несі бем Азаулыдағы болған ерлер көбі де айтсе дағы Аллаға ат байлаған жоқ еді Тоңлатса жүрмесмен көлікке қосынды артқанмын Көмбедей ару жанарға күректей мұзды тоңдырып көмірініп көндібіне жортқанмын Дүниенің басы сайран түп ойран мұзар сөйлеп дүния Азаулының Аймади bir Доспанбет ағадан Oldu ulaşak neyse usunup şanşır gün kayda Sadak dolu sayge soğmasağından ötkerip basın olga jetkerip sosup bir tar gün kayda Ay git bu alay beylerden kenge surar gün kayda Edildin boyunun jaylap şalgınına biz baylap Orundukтай kara savadan boz bala mengülü oynap Uykumuz işer gün kayda Düşman attım hükümden Tuğ kuyruğu bir tutam Tulpar minnim hükümden Ay sektorunduk üstünde Alçımıldı başında tulum şağın töküldü Varıdı sıydıma hükümden Evvarın sondu hükümden Hüküm vestey bolganmın Ay 20 baydın aldığında Ey şeyip geçtin gün
Алихан, біз тарихтан аттап ешқайда да бара алмаймыз. Және мен саған бір мысалды келтіргім келіп тұр. Мұндай бір аңыз ел аузында сақталған екен. Әйгілі Ескендір Зұлқарнайын патшаның басында қос мүйізі болса керек. Бірақ мұны тірі жан білмейді екен. Себебі шашын алдырған сайын сол шаш алған адамның басын шаптырып отырыпты. Мұның мәнісі Ескендірге түсінде бір әулие аян беріпті. Егер шашынды алушыдан басқа адам мүйізіңнің бар екенін білсе, сол күні жарық жалғанмен қоштасасын деп ескертті дейді. Осыдан кейін ақ сақтық жасап, шашын алдыртқан адамның басын кестіре берген екен. Кейін бір күні шаш алу кезегі патшаның жақсы көретін жақынына келсе керек. Сонда Ескендір сол жақынның шашын алдыртып болып былай депті: шарт бойынша менің мүйізімді көрген адам бұл дүниемен қоштасуға тиісті еді. Бірақ мен саған тиіспеймін. Шашымды тек қана өзіңе алдыртып тұрамын. Тек есіңде болсын, мүйізімнің бар екенін екінші адам білген күні басың кесіледі. Осыдан кейін ақ шаштараздан маза кетеді. Ескендірдің қос мүйізі жатса түсінен, тұрса есінен кетпейді. Есі шығып жүреді. Бара-бара білетін жаңалықты жұртқа айтқысы келеді екен. Кейін сол шаштаразшы ақыры амалы таусылғаннан кейін бір тәуіпке барады екен. Тәуіпке келіп өзінің дерті туралы айтады. Дертің ауыр болған менен емі жеңіл, ішіңе толған бір құпия сыр бар екен депті оған тәуіп. Сонан сол сырды сыртқа шығару үшін елсіз күнсіз бір жерге барып сөзді айтуың қажет екен. Тек дауысынды ешкім естімейтін болсын депті. Біреу естісе басыңа қатер дейді. Шаштараз тәуіптің айтқанын бұлжытпай орындайды. Елсіз күнсіз жердегі бір құрыған құдықты тауып алып, сол құдыққа сыбырлата сол сөздерді айтады екен. Яғни Ескендірдің басында қос мүйізі бар, Ескендірдің басында қос мүйізі бар деп сөзді іші ортайғанша қайталайды екен. Осылайша айына 2 рет елсіз құдыққа келіп, ішіне толған сөзді қайталап, дертін жеңілдетіп жүреді екен. Күндердің бір күнінде шаштараз барып жүрген құр құдықтың басына керуен тоқтайды. Мұна керуеншілер ішінде жұрттан асқан бір сыбызғышы бар еді дейді. Сол сыбызғышы ерігіп отырып құр құдықтың түбіне қарайды да, онда өсіп тұрған қамысты көреді. Сол жерде сыбызғышы құр құдыққа қарғып түседі де, бір сабақ қамысты жұлып алып, сыбызғы жасайды. Ескендір патшаның құпиясы осы жерде ашылады. Керуенші жігіт сыбызғыны ойнайын десе, сыбызғыдан Ескендірдің басында қос мүйізі бар деп адамша сөйлеп қоя береді. Керуенші жігіт өз құлағына өзі сенбей, сыбызғыны қайта ойнап көрсе, жаңағы сөз қайталана береді екен. Және тағдырдың бұйрығы бойынша құпия жария болған. Және сол күні-ақ Ескендір патша о дүниелік болады екен. Ендеше ортаға сыбызғының сырлы үнін тыңдауға келесі өнерпаздарымыз шақырайық. Уатқан Жұмағали, Сидахмет, Ернат, Бектас, Мансұр, сыбызғышылар ансамблі қазақ ән күйлерінің шашуын етпек. Қарсы алыңыздар.
Алихан, күйлердің тарихын білесің бе сен? Я, әпке, мен күйлердің тарихын білем. Күйлердің тарихын білген сайын, соншалықты күйітте түсінесің. Ал сіз ше? Өкінішке орай, мен көп күйлердің тарихын білмейді екен. Бәлкім, сен айтып берерсің? Жоқ, әпке. Одан да мен достарымды ортаға шақырайын. Солар айтып берсін. Ендеше қарсы алыңыздар. Сахнада Қантбай Шыңғыс, Мұратұлы Нұрлан, Тұмархан Мансұр, Бақытбай Жандар және Бектас Мансұр. Қошеметтеріңіз. Ханның баласы аңшылыққа шыққанда оны бір план теуіп, оны өлтіріп жібереді екен. Бірақ сол кезде Шыңғысхан айтады: егер біреу менің баламның өлгенін айтса, оның көмейіне қорғасын саламын дейді. Бірақ сол кезде сол ауылдағы бір шал домбырасын алып, ханның алдына барып, домбырасын тарта бастайды. Ол өзінің күйі арқылы ақсақ құланның шабуын баяндайды. Соны білген Шыңғысхан өзінің әзірлеріне айтады екен: мына шалдың көмейіне қорғасын салыңдар дейді. Бірақ сол кезде сол шал айтады екен: ханем, оны айтқан мен емес, оны айтқан мына домбырам дейді екен. Сол кезде Шыңғысхан оған емес, мына домбыраның көмейіне қорғасын салады екен. Сонымен халық күйі Ақсақ Құлан.
күй атасы Құрманғазының шәкірті Сейтек бабамыздың көкала қиратының әрқашанда қасында серік болып, түрмеден қашқанда, қиын қыспақтан, қыстаудан алып шыққанына өзі разы болып, сол өзінің разылығын осы домбырамен білдіреді екен. Сейтек Оразалиұлының күйі Талат. Қазанғап атамыз жастайынан 18 Бауыржан қызға ғашық болған. Оған 15 шақты күй арнаған. Оның ең ерекшесі 18 жасар Бауыржан қыз. Сонымен Қазанғаптың 18 жасар Бауыржан қызы.
заманда күйшілер өте көп болған. Соның бірі Қызарбек атамыз болған. Қызарбек атамыз той-домалақтарда Сылқыңыз атты күйін ойнаған. Сол күйін ойнаған кезде қыздар орындарынан тұрып билейтін. Бұл күй қыздардың тұрыс жүрісін, қыздың түрін бейнелейтін күй. Қызарбектің күйі Сылқыңыз. Осыдан бір жыл бұрындай сақ қорғандарын аттанған едім. Күні ашық, Алатауымыздың барлығы Алматы қаламызбенен бірге алақындағыдай болып тұрды. Осындай сұлу табиғатты көрген кезде ата-бабамыз осы жерде өмір сүріп мекен еткен десем. Шабытым келіп, Алатауымызға қарап, Сарын атты күй шығардым. Қабыл алыңыздар, Сарын күйі.
Адам жанын түрлі эмоцияларға бөлейтін біздің домбырашыларымызға ду қол қошеметтеріңіз. Жетіген аспабы бүгінде қарқынды дамып келе жатқанын көреміз. 70-ші жылдары этнограф ғалым Болат Сарыбаев, Талғат Сарыбаев бүгінде Нұргүл Жақпек апайларымыздың арқасында бұл аспап жетіліп, не бір ансамбльдерде, не бір оркестрлерде, театр өнерінде, эстрадалық бағытта, тіпті әлеуметтік желілерде орындалып, кең насихатталып келе жатыр. Жеті шекті аспабымыз қазіргі таңда ұлттық ән күйлерімізді ғана емес, көлемді, күрделі, әр түрлі шығармаларды да орындау үшін қажет. Ішектерінің саны 22-23-ке жететін. Мүмкіндігі зор кеңейген біздің жетіген аспабымыз. Ендеше, сахнада Алматы қаласында өткен 13-ші республикалық кіші олимпиада сайысының бірінші дәреже лауреаты, Қазақ фольклор мектебінің жетіген аспабында білім беруші Мұқашева Диназ бен мектебіміздің талантты шәкірті Ерболат Ахмет Жұбановтың әні «Қарлығаш». Қос шеметтеріңіз. Қарсы алыңыздар. Мектебіміз күннен күнге талантты, талапты, жаңа шәкірттерімізбенен толығуда. Солардың бірі Қалмұқамет Ерасыл және Рахымғазиева Аружан. Қазанғаптың ақ желен күйіменен ортаға шақырамыз. Доғол қошеметтеріңіз.
Мектебімізде ансамбль сабағы күн өткен сайын көркейіп келе жатқанын көреміз. Неге десеңіз, оқушыларымыз ансамбльмен түрлі байқауларға қатысып, небір концерттерде өнер көрсетіп, жүлделі орындар алып жүр. Шәкірттерді күймен ғана бауламай, ансамбльде 2, тіпті 3 дауыста орындауды үйретуде. Алдарыңызда өнер көрсеткелі жатқан домбырашылар ансамблінің жетекшісі, оқытушымыз Әділбек Мақсұт. Әділбек ансамбль сабағынан ғана емес, домбыра мамандығынан да креативті әдістемен жеке сабақ беріп, мектебімізде шәкірттер тәрбиелеуде. Ендігі кезекте ортаға ұстазымыз Мақсұт Әділбек пен оқушысы Баймұханов Арманды сахна төріне шақырамыз. Мақсұт Әділбек пен Баймұханов Арманға қошеметтеріңіз. Әпке, қазіргі таңда көптеген әндер мен күйлерге түрлі өңдеулер енгізілуде. Мысалы, қазақ эстрадасындағы ескі әуендерге қазіргі таңда жаңа бақытта, жаңа леппен жастардың арасында айтылып жүр. Алихан, тіпті сондай әндерменен импровизация жасап жүргендер де аз емес. Сондай таланттардың бірі бүгінгі кешіміздің өнерпазы Азамат. Ол бізге шаң қобыз аспабымен импровизация әуенді орындап көрсетпекші. Ендеше ортаға Сейдахметов Азаматты шақырамыз. Қошеметтеріңіз.
Қошеметтеміз. Бүгінгі кешімізге өте ерекше қонақтар келді. Ерекше деуіміздің себебі республика көлемінде жалғыз саз сыңайшылар ансамблі. Ол әрине сазар саз сыңайшылар ансамблі. Жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, зерттеуші, дәстүрлі музыка жөніндегі халықаралық кеңестің мүшесі. Саз-сыңай аспабының елімізде өркендеп дамуына бірден бір үлес қосып келе жатқан Далбағай Гүлфайруз Есімхан қызы. Ансамбльдің орындауында халық күйі аңшызары. Қарсы алыңыздар.
хан қызы мен шәкірттеріне қошеметтеріңіз. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай атамыз айтқандай, өнерді, әуенді, музыканы сүйіп жүрейік. Жасылыққа ұмтылайық. Қазіргі таңда республикамызда өнерге ғашық, талантты жастар көп. Бірақ оларды қолдап, үлкен сахнаға шығару екінің бірінің қолынан келмес. Ал өз кезегінде Ержан Ерболатұлы жастарды қолдау мақсатында консерватория студенттерінің арасында талантты жастардың басын біріктіріп, көп дайындық жасап, Дауа атты этно-фьюжн стиліндегі ансамбльді құрды. Ендеше, бүгін дәл осы сахнада өнерге ғашық, талантты өнерпаздарымыздың тұсауын сіз бен біз болып бірге кесейік. Сахнада Ахау әніменен Дауа этно-фьюжн ансамблі доғыл қошеметтеріңіз.
Қошеметтеріңіз, Давай этно фьюжн ансамблі. Келесі кезекте Рүстем Күлшебаевтың күйі қолбасшы орындайтын Қазақ фольклор мектебінің домбырашылар ансамблі жетекшісі халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты жас сазгер Мақсұт Әділбек. Қошеметтеріңіз. жылдың 10 шілдесінде Қазақ фольклор мектебінің шәкірттері әлемге әйгілі Хасақ этно-фольклорлық тобымен бірге Республика сарайында өнер көрсетті. Хасақ тобының жеке шығармашылық кешінде біздің шәкірттер елдің көңілінен шығып, оң бағасын алды. Сол кеште орындаған Нұрғиса Тілендиевтің жекпе-жек күйі бүгінде өз өзектілігін жоғалтпады. Ендеше, бүгінгі кеште де мектептің талантты шәкірттеріменен әйгілі Хасақ тобының орындауында жекпе-жек күйін тыңдап көрейік. Қарсы алыңыздар.
Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құрметті ұстаздарым, ата-аналар, шәкірттер, әріптестер. Енді шама жеткенше, біліміміз жеткенше, өзіміздің осы шағын кішкентай ғана тәжірибемізге сүйеніп осылай балаларды өнерге баулып жатырмыз. Мына Ахмет Байтұрсынов айтқандай, үйретудің 4 тәсілі бар, соның бірі баулу дейді. Ана бүркіт балапанның қалай баулыса, қасқыр күшігін қалай баулыса, адам да өйстіп шәкірттерін осылай баулайды екен ғой, бірге алып шығып. Бізді өйстіп баулаған алдында ұстазым отыр, ұстаздарымыз отыр. Бізді енді өйстіп жетектеп бірге шығамыз сахнаға. Дәл келді. Біле білсеңіздер, осы жақында ғана менің ұстазым 18-ге толды. Айтулы юбилей мерейтойы, сондықтан ортаға сөз кезегін беруге батасын алуға ұстазым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, бүгінгі қазақтың Динасы менің ұстазым Үлкенбаева Айгүл Нариманқызын ортаға шақырдым. 18 жасыңыз құтты болсын, Айгүл Нариманқызы. Мына гүл шоқтар сізге. Үлкен рахметі. Мынау кешке келіп шынын айтсақ, Наурыздың алдында, жылдың басында осындай бізге әдемі көңіл күй сыйлап кеш ұйымдастырған бүгінгі Ержан бастаған осы фольклор мектебінің ұстаздарына, шәкірттеріне, талантты мына балдарға бәріне де ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Біріншіден, шын айтсам, мен сондай жаңа Ержан өзі айтып кетті ғой, артынан ілестірген балапандар деп, көз алдыма сол анау ауылда қаздарды көресің ғой, артына балапандарын ертіп. Қаздар былай үйір болып өтіп баратады ғой, тура сол сияқты ұстаздарымен жаңа балапандар шығып атқанда балдар, менің көз алдыма сондай көрініс келді. Енді мектептің жетістігі 2 жылдың ішінде сондай тамаша жетістіктерге жеткен екен. Жаңағы фильмнен қарап, балдардың сондай жан-жақты тәрбиеленіп жатқандығы. Қазіргі уақытта мысалы мультимузыкант деген өте сәнді. Баланы жалғыз бір аспап емес, бірнеше аспапқа баулыған, жаңағы өте сондай әдемі болып тұр. Мына жерде домбырашылығымен қатар сыбызғысы керек па, шаң қобызы керек па, өте әдемі балдар өнер көрсетіп жатыр. Соның бәрін қызықтап қуанып отырдық. Бәрекелді. Енді 2 жыл емес 20 жыл болды деген сияқты сондай үлкен даталарға жете берсін. Осы мектептің жаңағы ғұмыры ұзақ болсын дейміз. Тәрбиелеп жатқан мынау кішкентай қазіргі жұлдызшалар болашақ қазақ сахнасының үлкен жұлдыздарына айналсын. Өнерлері өрісті болсын деген тілек айтқым келеді. Бәріңізді де осы келіп қалған Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Елімізде тыныштық болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай балдардың бақытты болашағына куә болып, өздеріңіз қуанып жүре беріңіздер. Үлкен рахмет. Айгүл Нариманнан пайдаланып, мына кішкентай бүлдіршіндеріміз бір жаға фотоға түсіп қалсын. Екіншіден бір алғыс хат естелік болсын. 2 жыл біз былтыр өткізгіміз келген, бірақ дәл өткізейін деп жатқан кезде қызыл аймақ деді де бәрін жауып тастады. Сөйтіп 1 жылдығымыз аталмай қалды. Енді өзіміз ата-аналармен шағын өткіздік. Бүгін енді бір реті келіп тұр екен. Сондықтан мен хабарлап отырайын, Айгүл Нариманды ортаға алып естелікке суретке түсіріп отырсақ күшті болады. Қазақ фольклор мектебінің 2 жылдық концертіне қатысып, өнер көрсеткеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Өнер әлемінде қанатыңыз талмасын, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Біз шәкірттерімізге сіз деп сөйлейміз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Қалмұхаммед Ерасыл. Келе ғой. Ортаға тұрам. Бектасов Мансұр ортаға.
Балалар тезірек келе беріңдер. Бектасов Мансұр. Екі жылдық шарамыздан естелік болсын. Мұратұлы Нұрлан Батыр. Келе ба. Енді бір 5 минут уақыттарыңызды қия тұрыңыздар. Қантбай Шыңғыс. Келе ба Шыңғыс. Кетпей сөйлеп тұратын. Сейдахмет Ернар. Және Сейдахметов Азамат. Ағайынды батырлар. Қазір бәріміз бірге суреттесеміз. Бердеш Айсұлтан батыр, біздің 7 жасар батырымыз. Айсұлтан қайда? Кел аға Айсұлтан. Баймұханов Арман. Арман батыр. Бүгінгі күннің прическасы. Тұмархан Мансұр батыр, келе бай. Шәмек ұлы Әлихан батыр. Бүгінгі кештің тізгінін ұстап жүргізіп Гүлханым әпкесімен. Бақтыбай Жандар. Келе бай Жандар батыр. Жүгір. Рахымғазиева Аружан. Бүгінгі кеште 2 қызымыз бар, 2 аруымыз бар осы. Арулардың бірі Рахымғазиева Аружан. Мұна гүлмен суретке түсу керек. Ал суретке түсеміз. Ерболат Ақниет. Келе ғой. Ақниет. О, дайын. Кетуге дайын. Уатхан Жұмағали. Кел Жұмағали. О, міне біздің бір жағы шәкіртіміз, бір жағынан Сыбызғыдан ұстазымыз осында. Мұғаліміміз балаларды Сыбызғыға тәрбиелеп жүрген. Тамаша. Құрметті Айгүл Нарманқызы, сізге үлкен, зор алғысымды білдіремін. Сіз барда мен ештеңеден қорықпаймын. Ұстазым барда кез келген сахна, кез келген белесті бағындыруға дайынбыз. Айгүл Нарманқызы жасай берсін. Бүгінгі қазақтың динасы жасай берсін. Аман болыңыз. Суретке түсейік, кел ортаға. Тез. Алдыға ма? Болды, рахмет. Фотоларды жібереміз. Айгүл Нарманқызы, сізге рахмет. Болды, балдар. Сахнадан кетпейді бұл. Рахмет. Құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Кетпеңіздер әлі. Әлемге әйгілі 20 жылдан аса әлемді бағындырып, сахнасын бағындырып жүрген, қазақтың намысын қорғап жүрген атақты Ұлытау тобы келіп тұр. Ұлытау тобымен әйгілі Адай күйімен нүктесін қойсақ, тамаша.
Асел ханым, Макс аға, қош келдіңіздер. Жанболат, рахмет сіздерге. Ал біздің шәкірттердің орындауында Құрманғазының күйі Адай. Кеш жарық, қадірлі де құрметті өнерсүйер қауым, баршаңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Осы беріп жатқан концерттеріңіз әрі қарай да жалғасын табай берсін. Ержан бауырым үлкен-үлкен әлемдік сахналарды бағындырсын шәкірттеріңіз. Біздің ұстазымыз Айгүл апайымызға, Айгүл Нариманқызына басымызды иіп тұрып алғымызды айтамыз. Ержан бәріміз осы Айгүл Нариманқызында бірге оқығанбыз. Классқа кіріп келген кезде айтатын солдаты мои деп. Сіздің арқаңыз осындай сахнаны бетінде жүргеніміз, халықтың алдында жүргеніміз, сол үшін сізге Алла разы болсын. Әрқашанда біздің тіреушіміз болып, тілеушіміз болып, әрқашан жадырап жүре беріңіз.
қыл қобызын әуені қырасқандай, жел ғұмырдан жетіген сыраш. Тасқа жазған тағдырды танбалатып, ақ табаннан бір әуен ұласқандай. Сыбызғыдан тербеліп дала мұңға, шаң қобыз саз сырнайдың алабында, ұлықты ұл, қылықты қыз көбейсін, домбыраның күй төккен шанағында. Шәкірттерге бұйырып сыйнесібе, игі жақсы жайыңызды бұл кешіне. Өнер сүйген ұрпақтар көбейсекен, ұлағатты ұстаздар құрметіне. Олай болса, Қазақ фольклор мектебінің 2 жылдығына арналған концертіміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Кетпей тұрыңыздар, келесі кездескенше. Арамызда бір 5 минут уақыттарыңыз бөле тұрыңыздар. Бізді осы шәкірттерді бізге осылай дайындап, әкеліп, сондай ақылды тәрбиелер өсірген бұл ата-аналарымыз. Осында қаншама ата-аналар отыр. Сіздерге мен де басын дейіп рахмет етемін, осындай балалар маған алып келгендеріңізді. Және ата-аналардың атынан ағаларымыз отыр. Мұрат ағамыз, Қажымұрат ағамыз ортаға шығып, ата-аналардың атынан сөз сөйлесеңіздер, балаларға тілек айтсаңыздар. Құрметті Ержан бауырым, бүгінгі той құтты болсын. Мына жаңа айтып отырсың ғой, кішкентай балаларды артынан ілестіріп кеткен біз өзі көріп отырып, өзің қуанып отырмыз. Сен осыдан 2 жыл бұрын ашқан кезде Шыңғыс баламызды осы ата-аналардың бәрі естіп алып келбек. Міне 2 жыл деген тез өтіп кетті, балалар бірталай есейіп қапты. Оның бәрі еңбектің бәрі сендердің арқаңда, Ержан бірінші сенің өзіңнің ұжың арқаңда, сенің ұжыңа саған көп-көп алғыс айтамын. Бұның өзі бір үлкен тәрбие беріп тұрғаным. Біз өзіміз үйде тәрбиелеп, олармен сөйлесіп отырған басқа, тәрбие беріп отырған басқа, бұл енді балалардың арасындағы бір-бірімен өнер деген өзі талас қой. Өнер деген өзі біріне-бірі үйреніп отыр, талпынып отыр. Бұның өзі тәрбие, үлкен тәрбие. Сол үлкен тәрбиеге еңбек сіңіріп отырсыңдар. Көп-көп рахмет айналайын. Сендердің дәрежелерің үстем болсын. Мына үйретіп отқан балапандарың біз қуансақ, сен 2 есе қуанасың. Өйткені олар өсіп жаңа айтып отырсың, мына өзіңнің жетекшіңді Әйгүл қарындасының арқасында деп, мен ұстадым деп бір татып отырсың. Бұл кісінің өзі сендерді көріп үлкен қуанып отыр. Үлкен, әркім ол үлкен мақтаныш, үлкен дәреже. Сондай оқушыларының солай үлкен болып өсіп отқаны бір дәреже үлкен болды. Сондықтан Әйгүл қарындасым сізге көп-көп рахмет. Осындай үлкен азаматтар тәрбиелеп, бұлар біздің балалар тәрбиелеп, ертең біздің балаларымыз аға көке төрге шықты отырған қандай ғанибет. Сондықтан барлықтарыңызге амандық саулық тілеймін. Мына келіп жатқан Наурыз өте тамаша күнде болып жатыр. Өйткені бүгін ғана елбасымыз, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев сөйлеп кетті. Үлкен сөздер болды, үлкен тәрбие болды, үлкен зат болайын деп отыр. Жаңа Қазақстанда, жаңа жастарды сендер тәрбиелеп жатсыңдар. Сендерге күш-қуат берсін Алла тағала. Сендер бұлардың бәрін өсіріп, өндіріп, ертең осылардың жемісін жеуге, осылардың қызығын көруге, осылардың өскенін көріп қуануға Алла тағала берсін. Мен енді бұна комментировать етті. Ал енді Ержан бауырым, мынау осы қазақ фольклор ансамблінің жаңа құрылғанына 2 жыл деген былай қарасаң өте аз уақыт қой. Соның өзінде біздің балаларымыз қандай дәрежеге жетті, қандай күйлер үйренді. Оның бәрі осы сендердің, сенің ұжымыңның еңбегі, сол еңбектерің жана берсін. Балаларымызды алдыға тартып осындай өнерге баулай беріңдер. Ол жаңағы ұстаз, шәкіртсіз ұстаз сол дейді ғой. Сондықтан осындай біздің балалар сияқты басқа да балаларды ұстаз болып, соларды өнерге тартып үйрете берсеңдер. Ол өзіміздің қазағымыздың жаңағы баяғыдан келе жатқан төл өнері, төл аспаптары, біраз аспаптар ұмытылып қалған еді. Енді оның бәрін өмірге келіп сахнаға шығып жатыр. Оның бәрі сендердің еңбектерің жана берсін бауырым. Енді мына біз ата-аналардың атынан осында сол мектепте тәрбие алып отырған сендерге осы ұжымға бір кішкентай сыйлығымыз бар. Музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент. Ержанат, алып кетесіз. Міне Ержан ағай, сіздің мектебіңізге, оқушылар отырған кезде осымен қолданады. Сол үшін енді сіздер мектептеріңізде ата-ананың атынан
ауызбіршілікті біздің ата аналарымыз өте ауызбіршілікті. Сіздерге көп рахмет, ата аналар. Бағанан бері орындап жатқан ұрмал аспап кахон біреудікі ғой. Енді өзіміздікі бар. Балалар өзінікін ойнайды. Рахмет, құрмет ата-аналар сіздерге. Келесі жақсы кештерде кездескенше аман сау болыңыз. Рахмет алтын уақыттар бөліп келгендеріңізге. Шәкірттер жарайсың.